Сәлем достар, сіздермен бірге Салтанат. Бүгін Ташкент базарындағы хит өте дәмді манты жасайтын боламыз. Менімен бірге ал бастайық. Дәл осы мантыны үйде жасап көріңіздер. Тестасы өте жұқа, қалыңдығы қағаздай. Ташкентке барып бір жеп көрсеңіздер, енді дәмін сіздерге жеткізе алмаймын. Ал соны бүгін біз жасап көрейік. Үлкен көлемі, бірақ етсіз. Мен жусаймен, картоп, пиязбен жасадым. Ал бастайық. Ал бізге керегі ыдысымызға суымызды құйып аламыз. Мен 4 суала қамыр илейіндеп жатырмын. Тұзымызды салып араластырып аламыз. Тұз, тек су ғана. Тұзы еріген соң үстіне ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Ал міне қатты қамыр болады. Енді кішкене демалдырып алатын боламыз. 10-15 минут. Қамырларымызды 4 суалаға бөліп аламыз. Ал енді қамырларымыз демалғанша ішіне салмасын дайындаймыз. Пиязымызды майдалап турап аламыз. 5 дана пияз салдым мен. Ал міне пиязымызды турап алдық. Енді картоптарымызды да турап аламыз. Дәл видеодағы етіп турап алыңыздар. Ал міне картопымызды турап алдық. Пияз, картоп екеуін қосып, енді үстіне 2 бума жусайымызды да турап аламыз. Ал міне жусайымызды турап, жаңа пияз, картоптың үстіне салып аламыз. Енді үстіне дәмдеуіш тұздарымыз салып араластырамыз. 1 шөміш сұйық май құйып жібердім мен. 1 қасық қара бұрыш, 1 қасық майдаланған зере, тұз. Енді барлығын араластырып аламыз. Ал мен міне 2 суала қамырымызды жайып аламын. Қамырлар қатты емес. Екеуін бірден жайып алатын боламын мен.
Ал міне қамырымызды өте жұқа қылып жайып алдым. Енді дәл мантыныкіндей етіп кесіп алатын боламыз, бірақ үлкендеу етіп кесеміз. Ал міне қамырларымызды дәл осындай көлемде кесіп аламыз. Барлығын. Енді ішіне салмасыны үлкен қасықпен бір қасық қылып мен салып шықтым. Енді дәл кәдімгі мантыны түйгендей дәл солай түйіп алатын боламыз. Міне мантыларды дәл осындай түйіп алдым мен. Үлкен манты болады. Енді қасқанымыздың астын майлап мантыларымызды қасқанға теріп шығамыз. Ал міне барлығын мен түйіп болдым. Енді 45 минутқа отқа қоятын боламыз. Енді үстіне подливын жасаймыз. 2 пиязымызды қуырып аламыз қызарғанша. Бір шөміс май қойып, енді барлық пиязымыз қызарғанша қуыратын боламыз. Тұзымыз салып аламыз. Ал міне пиязымыз қызарды. Енді үстіне қызанағымызды саламыз. Мен 2 қызанақ турап алдым майдалап. Көп қызанақ турасаңыздар, подливы көптеу болады, дәмді болады. Енді қуырылған помидорлардың үстіне мен томат пастасын салдым. 1 қасық помидор мен томаты көбірек болса, подлив дәмді болады. Енді 1 стакан суымызды құйып алдым. Енді ақырын отта қайнататын боламыз 10 минуттай. Ал міне қайнап шықты. Осымен подливіміз міне дайын болды. Қою, қатты сұйық емес. Міне оған шейін мантыларымыз міне пісіп шықты. Енді мантымызды бір үлкен ыдысқа салапан пакетімізді төсеп аламыз. Үстіне мантыларды салып, жаңағы жасалған подливімізді бетіне жағып шығамыз. Барлығын дәл видеодағыдай етіп, үстіне мантыларды қойып, подливін жағып шығатын боламыз. Барлығын бірме-бір осылай жасап шығамыз. Барлығы біткен соң бетін жауып, бір 10 минутқа қойғаннан кейін қайтадан тарелкамызға салып, жей беруімізге болады. Подливі сіңіп, өте дәмді манты болады. Міне, енді барлығы болды. Енді
10 минутқа қойып қоямын. Бетін жауып салапанды. Ал міне тарелкамызға салып алдым. Үстіне пиязбен укропты араластырып сәндеп қойдым. Міне үйде жасап көріңіздер, өте дәмді ас болсын.